құрметті ұстаздар, құрметті 10 жылдық кездесушілер, барлықтарыңа бүгінгі қуаныштарың, сәтті күндерің құтты болсын. Орындалсын арман ой тілектерің, дүрсіл қақсын мәңгілік жүректерің. Сағынышпен оралған 10 жылдан соң, армысың, аманбысың тілектерім. Кеше ғана мектеп табалдырығында жүрген, бірің бой жеткен қыз бала, бірің бой жеткен боз бала едіңдер. Бірің әке, бірің ана болсыңдар. Барлығыңа қуаныштарың, жақсылықтарың, жаңалықтарың құтты болсын. Осы сәттен пайдаланып, мен осы жерде отырған ұстаздарға, 10 жылдық кездесушілеріне, ғасырлық ғұмыр, мықты денсаулық, семьяларына бақыт, шаттық тілеймін. Өмірде бақытты болыңдар. Мына үйленбеген айналайын бозбалалар, уақыт өтті, 10 жыл өтті арадан. Сендер де жылдан қозғалыңдар. Ендігі жылы нәсіп болса, қосақтарыңмен келіп, біргелікте тойларында, абыроймен мерейлеріңнің астында біз біргелікте отыра білейік. Және мереке құтты болсын. Ассалаумағалейкум, кеші қонақтар. Апайымыз бұршылмақ өлеңмен бастаған екен, жалғастырмаса ұят болады. Ақынға жырлау үшін күш берілген. Мен енді кірісейін іске бірден. Ассалаумағалейкум ағайындар, Алланың нұры жаусын үстеріңнен. Уағалейкум ассалам деген сөзді қайтарып қойыңдаршы іштеріңнен. Мынау 93 жастары баршаңызға 10 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Әрдайым осындай жылдан жылға бастарың бұзылмай, қатарларың көбейіп, 10 жылдықтан 20 жыл, 20-дан 30 жыл сөйтіп жылдан жыл өсіп кете беріңдер. Әрқашан жұмыстарыңа табыс тілеймін. Сөз бергендеріңіз үшін рахмет. Болдық па? Мен тамаша бір тақпақтатып айтқанға әдебиеттің бір 42 бетін оқи ма деп неғып едім. Рахмет әне сау болыңыздар, саламат болыңыздар, отбасыларыңызға аман тілейміз. Замира апай, сізге де бұдан да кейінгі педагогикалық жұмыстарыңызға осы қанша шәкірт тәрбиелесеңіз, сол шәкірттердің өмірі, шәкірттердің қанаты шығып қалмасын дейміз дағыны. Сонымен бірге рахмет. Рахмет епаздарымыз. Ал енді құрметті ағайындар, қадірлі достар, мынау ескіден қалған әрбір Мұхаммед ең ақырғы пайғамбарымыз болатын болса, сол Мұхаммед пайғамбарымыздың біз барлығымыз үмбетіміз. Сонда бір кісі жасы 95, 100, 105-ке келіп, өмірден аттанайын деп атқан кезінде Алла Тағаладан сұраған екен. Алла Тағала маған шамалы өмір берші. Мен тағы да бір шаруам бар еді. Сол өмірімді жалғастырайын деген кезінде Алла Тағала айт, мен саған қанша жас берейін деген кезінде маған өмірді беретін болсаң, дарақтың бұтағындай қылып өмір берші деген екен. Жоқ, ол көптік қылады деген екен. Ал енді қалай қылам? Олай болатын болса, дарақтың жапырағындай қылып өмір берші деген екен. Сонда Мұхаммед пайғамбар айтқан екен. Жоқ, ол да көптік қылады деген екен. Ал енді ақырғы сенің айтатын маған тілегің, саған өміріңді созу үшін мен не берейін деген кезде ойланып тұрып, сенің өміріңді ұзартатын, сенің өміріңді жалғастыратын қанша досың болса, сол досың санбай, мен саған сонша өмір беремін деген екен. Сонда баяғы ақсақалымыз артына қарамай өнеге аттанған екен. Көрдіңіздер ме жігіттер? Бір талдан қанша бұтақ, қанша жапырақ мәуелейді. Сол бұтақ, бір дарақтан тараған бұтақ, жапырақ адамның өмірлік досына ешқашан арзымайды екен. Қараңыздар, қанша дос болатын болса, сол адамға өмір жолдас болады екен. Сол айтпақ Замира апа, мына сіздің тәрбиелеп өсірген жастарыңыз, қалай бетінде 92 жастарына достықтарыңыз мәңгілік болсын деймін. Рахмет, сау болыңыздар, саламат болыңыздар келе. Бүгінгі мерекеміздің қадірлі, құрметті қонақтары, бүгінгі мерекеміздің асы тартылып жатыр. Астарыңыздан болсын дейміз дағына. Бізді мынау өмірге әкелген 9 ай, 9 күн алтын құрсағында көтерген қалайбеті бүгінгі ақ шашты, ақ самайлы аналарымызға арнап
тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. Біздерге тәлім берген алағанды ұстаздарымыз, аналарымыз вақытымызда аманбыздар ие. Қарсы алам өзіңді, сәбилік сезіммен арнаймын сөзімді. Көргенше алаң мұң, аңсаймын толғанып, қабыл ал балаңның сәлемін жолдаған. Анаға сәлем әні. Қадірлі достар, осы бүгінгі мерекемізде қалай берсе бүгінгі қуанышты тойымызда тағы да ұлағатты ұстаздарымыздан ақ тілектерді естісек тағына бүгінгі қуанышты мереке келіп отырған ақ тілекті бассыздақтағына біздің осы қанша сәбилерді тәрбиелеп, өзінің қолынан келгенше тәлім тәрбиесін беріп, осы бүгінгі сіздердің дастархандарыңызға серік болып, өзінің ақ тілегін арнаймын деп қайта оралып келіп отырған менің Иса досым, жұбайыменен бірге. Иса, сонымен бірге Қарлығаш деген апай бар екен, Айгүл, Гүлнара, Үмітқан, Арыс, Арзыгүл, Ғазиза, Арзыгүл апай сөйледі әңгіме. Ғазиза деген құрметті қонақтарымыз, Ғазиза апай жоқ екен, кән келіңіздер. Ата тауыр. Ассалаумағалейкум, кеше құрметті жолдастар, мынау әзір отырысым себебі оған 90 жастар. Әже бүгін 10 жылда келдім, 10 жылда құтты болсын қалдым, жақсы деймін. Сендерге әрдайым бақыт тілеймін. Құда қаласа 20 жыл осы жерде отыра берді. Құрметіңе рахмет, сәлеметті. Құда құтты болсын. Мен де бақытты болғанмын. Ассалаумағалейкум, құрметті 10 жылдыққа жиналып келген шәкірттерім. Және міне бүгін сонау Қазақстаннан ұстаздарымыз Сырға апай мен Тамара апай міне сіздердің 10 жылдықтарыңызға келген екен. Апайлар қадамдарыңызға нұр жаусын, қош келіпсіздер ауылыңызға. Міне 10 жылдық шәкірттерім 10 жылдық мерекелерің құтты болсын.
әрдайым өз жұмыстарыңызға үлкен табыс тілейміз. Өз жұмыстарыңызда биіктерден көріне беріңіздер. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңіз сау болсын. Әр жылы осындай 25 май күні және де көптеген жаңалықтарда біргелікте отыра берейік. Ассалаумағалейкум, құрметті апайлар, ағайлар және 93 жастары. Сіздерді бүгінгі мерекелік кештермен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Семьяларыңа бақыт тілеймін. Енді мына үш адам сөйлегеннен кейін бір адам сөйлемесе бүтіліп қалады. Көптің бірі қадат деген екі ауыз айтыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті 90 жастары. Мына бүгін отырған себебі 10 жылда кездесуге кешкен 10 жылдық мерекелер құтты болсын да. Насip болса келесі 20 жылдық 30 жылдықта төрт көздерін түгел кездесіп жүре беріңдер да. Рахмет. Енді мына әзілдің жарасы ақтан ойнана дейін мына действительно бала өзінің қайсы жұмыста істейтін тастап берді да. Сұрамай өзің да біледі да, формасына біледі. Спортивный форма, себебі меніңше физкультура завод біледі да, сондай ма? Молодец. Рахмет, ұстаздардың құрметіне бір қошеметтеп қол соғамыздағы енді осы ұстаздарды тұрған жерде жоғарыда тұрған ұлағатты ұстаздарымызды ортамызға шақырамыз кәмекесін, ұлағатты ұстаздарымыз. Мынандай ұстаздарымыз орнынан тұрып, жеп атқан тамағын қиып келген кезде 90 жастар не болсындар сіздер, Баяғыда біреу айтқан екен, Абылайдың тойында шаппасаң, атаңның басында шабасың ба деп. Мына ұстаздар келген кезде орнынан ұшып тұрмайды, кел мына жаққа ортаға бәрі. Yes,
Ал енді құрметті ағайындар, қазір болыстырмына ұлағатты ұстаздарымыздан да кешірім сұраймыз. Мына жерде 90 жастарына бар шамар құттықтап қойдық. Ол жерде шәкірттеріміз бар, жаңа Шалбар, Бекзат дегендей. Біздің мына Мейрамбек Беспаев ән айтты ма? Мейрамбек Беспаев дауыс ұқсай ма? Енді оны кімге тапсырамыз? Келінге тапсырайық. Соны тәрбиелеп адам шығаратын. Олай болатын болса, біздің мына Мейрамбек Беспаев менің жерім ғалымның құрметіне бір қошеметтеп қосақ қояйық. Рахмет. Енді бетер. Осы Микош отырыңдар да бәрің. Микошан. Микош. Отыршы. Отыр е. Отырмасаң да отырғандай болып тұршы. Осылардың санын сынаш нешеу екен? Нешеу екен? 24 ба? Осы 24-тің бәрі орнынан тұрсын да. 24-ні 2-ге бөлсек 12-ден бола ма? Әркім өз қалағанындай шықсын да 12 миллионға тұрсын да 12 миллионға тұрсын ішкен. Енді мына жігіттерге еш нәрсе деп айта алмаймыз. Келіндер мен қыздар айтамын, тоқалдан туған ма? Олар өздері шығып кетті. Араласып тұрмындасайшы. Меніңше мына 10 шығып кеттіңдер. 12 дейді. Енді бетеміз құрметті ағайындар, қадірлі достар, сіздерге Тамара апай бар, және Сырға апай бар, Шәріп апай бар, Замира апай бар. Мына сіздердің алдарыңызда, мына балдарыңыздың қазір 93 болатын болса, нешеге толдыңдар өзі? 26. Жасы кезінде өтеп айтып кетті. 26 жасына кеп, осылардың өмір тарихын миын былайша алғанда қазір не дейміз? Компьютер дейміз ғой? Сондай бағалай ағайындар. Ал енді олай болатын болса, енді осы сіздер бір топсыздар. Осы топтың ішінен ең главный жаңа команданың бастығы дейміз ғой енді. Соны сайлап алыңыздар өтінесіздер. Асылғанды қойыңдар. Кім еді? Ербол. Кімді сайлаймыз? Ерболат сайлаймыз ба? Ерболат сайлайды екенбіз. Сіздер? Жоқ, енді қараңыздар да, Ерболатты сайлағаннан кейін Ерболатқа қарсы адам шығып көреді ғой. Еркекпен еркекке ешқашан келіспейді ғой. Құдай қой ішінде бітті кәні. Ой, молодец, әні. Ерболат пенен Гүлшат па? Гүлшат. Ерболат не істесе, соны істейсіздер. Келістік, ә? Отырса отырасыздар, тұрса тұрасыздар, жыласа жылайсыздар, жығылса жығыласыздар. Гүлшат не істесе, соны істейсіздер. Отырса опақ, тұрса сопақ. Жоқ, ол отырса опақ, тұрса сопақ деген бая ата-бабаларымыздан кетті ғой. Құдайға шүкір, қазіргі заманда келіндеріміздің бәрі ақылды. Ол сөз заманға келіндерге арнап айтқан оны сен. Отырса опақ, тұрса сопақ, келінне баласына қарамай деген әңгімелерді енді. Енді бүйтеміз. Олай болатын болса, қыздың жолы жіңішке дейміз дағына Гүлшат қатынасымыздан бастаймыз. Кәне кеттік. Түсінбедіңіз, ә? Музыка болды. Қайсы ырғаққа билеген, сіз билейсіз, соған қарап бұлар билейді. Кеттік кәне. Queen, I just can't quit.
енді рахмет. Гүлшаттың командасына қошеметтеп қол соқтыңдар. Молодцы, молодцы. Ерболаттың командасына қазір өнерпаздар не айтады, не қояды, оған дейін өздеріңіз білесіздер, мен шамалы оған дейін ұстаздармен барып ақылдасып келемін дейміз да. Замир апай, мереке сізге ұнады ма? Ұнайды. Ескі әнде шамшы қалды, уақыттан сіз айтыңыз. Оқушыларым айта ма, сонда болады? Оны мен енді сіз маған бұл үйреткен болсаңыз мен соны айтар едім да, бірақ енді қазір және айта алмаймын. Қайсанда айтасыңдар? Қара, бес сатып аласыңдар да, сатып аласыңдар. Ана көшеден келген көріп. Соларда келдік. Білдірген аспан еді, бәрімізде өмір жолын бастап еді. Дастар қайда, азаматтар қайда. Замандастар қарлығаштар қайда. Молодец, молодец. Енді ұлағатты ұстаздарымды сұраймыз ба? Мына кісілердікі действительно фонограмма ма? Болды ма? Живой болды ма? Қайсында бал бересіздер? Келіңіз апай.